Қайырлы күн, құрметті достар. Түркістан облысының туристік нысандары мен танылмаған көрікті жерлерін жаңа блог турымызда таныстыратын боламыз. Блог турымыздың бастамасы Созақ ауданынан басталады. Ендеше кеттік. Достар, біз Созақ ауданына жолға шықтық. Созақ ауданы Түркістан қаласынан 150 шақырым жерде орналасқан. Сіздермен Созақ ауданындағы көп адам бара бермейтін қызықты туристік нысандармен таныстыратын боламыз. Созақ ауданындағы бағытымызда қызық жерлер осы жерден басталады. Ашсай шатқалы 5-6 шақырым жерде екі таудың ортасымен әдемі көріністер өтетін боламыз. Қазір сіздерге табиғаттың салдарынан пайда болған қызықты бір бейнемен таныстыратын боламын. Ашсай шатқалының кіре берісінде 2 километрден кейін Чапаевтың бейнесін көруге болады. Алдыңғы көрген Чапаев бейнесінен кейін 2 шақырым жерде интернет желісінде Ашсай деп терген кездегі осы ескі ғимарат шығады. Бұның айналасында өзінің әдемі қызғалдақтары бар екен. Созақ ауданының бір қызығы теріскей 10 бетке болып бөлінеді. Теріскей бетке Нұрсұлтандағыдай көктем кеш келеді. Көріп тұрғандарыңыз Ашсай қаласының аумағы, кіреберіс жері Түркістан облысы Кентау қалалық әкімдігінің аумағына қарайтын ауылдық округ. Ашсай қалашығы 1938 жылы Қорғас мырыш кен орнын игеруге байланысты Ашсай елді мекені құрылған, 10 мыңға дейін тұрғыны бар ауылдық округ болған. Ақ полиметалл заводы жұмыс жасаған. 1929 жылы Ашсай полиметалл комбинаты, 1966 жылы Ашсай металлургия заводы жұмыс істеген. 1938 жылдан бастап кент болған. 1929 жылдың ортасында шахталар мен заводтар жабылып, қалашықтан тұрғындар жайлап басқа елді мекендерге, басқа қалаларға көше бастаған. Қазіргі таңда 2009 жылдың ақпаратына қарасақ, 2176 адам тұрғыны бар. Қазіргі таңда одан да азайған болуы мүмкін. Ашсай елді мекенінің кіре беріс жерінде сол жағалауында қар көшкіннен қорғайтын осындай кедергі жасалған. Сол кедергінің үстіне шығатын болсаңыздар, Ашсайдың үстінен керемет пейзажын көруге болады. Ашсай елді мекені өзіндік қызықтарға толы. Соның біреуі 1964 жылы соғылған шахтының орны. Қазіргі таңда оның ішінен қардың еріген су ағып тұрады. Кім бар?
ксро кезеңін естеріңіз алғыларыңыз келсе немесе көргілеріңіз келсе, сол кезден қалған мәдениет үйін және де Лениннің ескерткішін көруге болады. Құрметті достар, біз Созақ ауданы Абай ауылына келіп жеттік. Біздің келесі баратын орнымыз Келіншек тау және Арпа өзені петроглифтері. Бізбен бірге болыңыздар. Біз қазір Созақ ауданының теріскей бетіндеміз. Келіншек тау және Арпа өзен бойы. Бұл жерде Арпа өзен бойындағы 3,5 мыңға жуық петроглифтер бар деген ақпарат бар. Қазір соны бірге тамашалайтын боламыз. Дәл осы керемет табиғат Шамшық Алдаяқтың теріскей әнінде суреттелген. Жатқан жалпақ қырға сыймай, кеудесі әнге сыймай, жырға сыймай, дәріғай жырға. Осы жердегі үлкен петроглифтердің бірі дәл осы тасқа бейнеленген. Байқасаңыздар, үлкен түйе тұр. Үлкен түйе, оның айналасындағы түйелер, адамдар бір табыну үстінде сияқты бейнеленген. Жайда басқа елік, бұғы, ат, адам мініп алған. Мына жерде де түйе. Тау үлкен. Мына суреттің өзінде бір 30-40-тан аса сурет анықтауға болады. Арғы шетінде де тұр аны. Арғы шетінде де тұр. Дәл мына петроглифтердің бірі, үлкен туристік нысандардың бірі. Және үлкен петроглиф дәл осы Арпа өзенінде орналасқан. Осы петроглиф. Келіншек тау, шолақ қорған, қызыл көл босамайды, қонақтар. Басқа жерлерде мына қызғалдақ гүлі уже солып, уақыт өтіп кетті. Теріскей болғандықтан мына жердегі көктемнің белгілері міне енді гүлдеп ашып жатыр. Сәлем айтар қаптаған Қаратаудан, бұлақтардан. Түркістан Созақ ауданы бағытындағы блок турымыз өз мәресіне жетті. Оң жағымызда Келіншек тау, сол жағымызда Арпа өзені петроглифтері. Алдағы уақытта жаңа блок турларымызды күтіңіздер. Түркістан облысының туризмін бірге дамытайық. Теріскей айналайын, келбетіңмен, сен бізге ақ бесіксің. Құрметті достар, блогтарымыз ұнаған болса, арнамызға жазылып, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.